Сәлем достар. Бүгін біз пельмен жасаймыз. Осындай ерекше әдіспен. Ол үшін бізге ұн, тұз, су, бір дана жұмыртқа және сұйық май керек. Ең алдымен бір қасық тұзымызды суымызға саламыз. Және үстіне жұмыртқаны шығарамыз. Осылайша барлығын араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Және 50 граммдай сұйық май қоямыз. Араластырған жұмыртқамызды, суымызды құйып, жақсылап қамыр илейміз. Осылай илеп болған соң 20 минутқа қалдырамыз. Орнасына фаршты пайдаланамыз. Фаршпенен жуа. Мен фаршымызды дайындап қойдым. Енді жуаны үстінен осылай жекпеден өткізетін боламыз. Biz çırpıdan өткізіп болдық. Енді тұзын біршім салып араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Оны бір шетке сырып қоямыз. Қамырымызды осылай 2 бөлікке алып бөлеміз. Жақсылап осылай суалап аламыз. Осылай 2 бөлікке суалап аламыз. Сосын пакетке салып қоямыз. Тағы да 5 минут демалдырып қоятын боламыз. Дайын болған қамырымызды алып жазамыз. Мен дайын болған қамырларымызды үстіне салмамызды салып шығарамыз. Мне просто написано, казалось, что я надо.
Salıp шығарамыз. Ben yapacağız. Şimdi osындай грушаны alıp, hamandaki грушаны alıp, ben yapacağız. Şimdi osындай грушаны alıp, hamandaki грушаны alıp, турап дайындап қоямын. Қазір осыны тамамыз дайын болып қалған кезде, үстіне себелеп жіберемін. Сонда керемет иіс береді. Әрі тамамыздан сән береді. Осылай жасап қоямыз. Олардың үшін укропты қосып жіберсеңіздер болады. Tam da болып та анашым, рахмет. Ас болсын.